Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен итальяндық пирог 12 қасықтан тұратын, ауызда еритін, өте дәмді үлпілдек болатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен 12 қасық қантымызды салып аламын және 3 жұмыртқа бөлме температурасында міндетті түрде болуы керек. Жақсылап араластырамыз. Біздің пирогымыз жақсы көтерілу үшін 5-7 минут араластыру қажет. Енді майымызды құямыз. 12 қасық майымызды құямыз. Массаның үстінен құюға болмайды, шетінен құямыз. Себебі көтерілмей қалуы мүмкін. Енді жылы сүтімізді құямыз. Бұл 12 қасық болғандықтан барлық затымызды 12 қасықтан құятын боламыз. Достар, ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салған дұрыс, жақсы көтерілуі үшін. Және ұнымызға қопсытқышымызды салып ұнымызды жақсылап електен өткізіп алып салғаннан кейін мен ванильный сахар салдым. Бұған лимон цедрасын салсаңыздар да жақсы барады. Жақсылап араластырып аламыз. Болған массамызды тапамызға саламыз. Тапамызды міндетті түрде майлауымыз қажет. Енді 180 градуста пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын, үлпілдек, дәмі өте керемет болады. Мен сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте тез дайын болады. Қонақтар келген кезде тез дайындауға
өте керемет болады. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыз.